Мыналарға не болды? Мына арамызда жүрген осы пәленше деген көршім, туысым өліп қалды бүгін. Деп, момындарды олар сөз қылады дейді. Мыналарға не көрінді? Біз тірі қалып кеттік. Мыналарда бірдеңе болды ғой деп, олар сөз қылады дейді. Қияметтің белгілері сол кезде басталады. Қияметте өте азап болады. Тіпті Құран кәрімде Алла Сүбханаху айтады, баласын емізіп отқан ана дейді, баласын тастап кетіп қалады дейді. Осы аяттың тәпсірінде ғұламалар айтады, неге осы сәтті бізге келтірді десе, ана мен баланың арасындағы мейірімді оны жеткізу мүмкін емес айтуға дейді. Ең үлкен мейірім анасы баласын емізіп отқан сәт екен. Қалған кезде бір-бірі мейірім деп айтамыз, жан ашыды деп айтамыз. Бірақ анасы баласын емізіп отқан сәтке жетпейді екен біздің мейірімділіктеріміз. Оны жеткізу мүмкін емес айтып дейді. Сол баласын емізіп отқан анасының өзі баласын тастап кетіп қалады деді.